Бүгін мектепте ерекше күн болды. Лейла мен оның сыныптастары сахнада өлең оқуға дайындалып жатты. Лейла көп жаттаған еді, бірақ сахнаға шыққанда жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдеп кетті. Енді не істеймін деп ойлады ол. Кенет ол өз сөзін ұмытып қалды. Залда отырған балалар тынышталып, оған қарап қалды. Лейла ұялып кетті, беті қызарып, көзіне жас келді. Сол сәтте мұғалім жылы жымиып: «Лейла, бәрі жақсы, терең тыныс ал, асықпа, есіңе түседі», деді сабырмен. Лейла терең демалды. «Иә, мен тыныш болуым керек», деп өзіне сыбырлады. Ол жымиып, кішкентай үзіліс жасап: «Кешіріңіздер, мен аздап шатастым, қайтадан бастайын ба?» деді сенімді дауыспен. Көрермендер қол шапалақтады. Лейла батылданып, өлеңін қайта бастады. Бұл жолы бәрін керемет айтып шықты. Сахнадан түскен соң, оның досы Саламат қуанып жүгіріп келді. «Сен нағыз батырсың. Өзіңді жоғалтпай, қайта жалғастырдың». Мұғалім де мақтап қойды. Кейде сөзді ұмытып қалу ұят емес. Ең бастысы тоқтап қалмау және сабыр сақтау. «Иә», деді Лейла күлімдеп, «енді мен білемін. Терең демалу, күлімдеу және сабыр сақтау ең жақсы шешім».